Ана әр адамды осы жарық дүниеге әкелген анасы болады. Жалпы ана дейтін ол бізге қанша ұрсса да біз оны түсінбейміз. Себебі ана ол біз үшін алаңдайды және де біздің қандай бір қауіп қатерге түсіп қалсақ не болатынын жақсы біледі. Және де біз анамызды 3 рет Меккеге апарсақ та қарызымыз ешқашан өтелмейді. Себебі ана бізге осы өмірді, осы жарық дүниені сыйлаған. Біз анамыздың бір бөлшегі болғандықтан анамыз біз үшін қатты уайымдап өзінің жанын бізге қоюға да дайын. Мен анамды жақсы көремін. Ана адам өміріндегі маңызы зор ұғым. Себебі ана осы уақытқа дейін баланы жетілдіріп, өсіріп, қателігін түзеп, әрдайым жетістікке жетсе қолдайтын адам. Біз егер де жетістікке жетсек, анамыз ең бірінші орында тұрады. Және де ол бізді әрқашан биік жетістіктерден көргісі келеді. Ана баласы қасында болса да ол үшін әрдайым алаңдаулы болады. Себебі ол баласының болашағы үшін, барлық өткен өмірі үшін әрдайым алаңдап, баласының тек жақсы жолда жүргенін қалайды. Әрбір адам өз анасын өзінше жақсы көреді. Кейбіреуі өз анасын қамқорлығы үшін, кейбіреуі осы уақытқа дейін бағып-қаққаны үшін жақсы көреді. Мен өз анамды барлық қырынан жақсы көремін. Себебі ана біздің осы өмірдегі ең маңызды адамымыз. Ана сол махаббатқа лайықты адам. Ана деген ол әлемдегі ең құдіретті және де қасиетті адам. Өйткені ол өзінің баласы үшін түн ұйқысын 4 бөліп, баласына қарап жүреді және де оның өзгеден кем болмас үшін оған бәрін жасап, бәрін алып беріп жүреді. Мен өз анамды өте қатты жақсы көремін. Өйткені ол мені өзгеден кем болмасын деп, бәрін мен үшін жасап жүреді. Және де мені осы күнге дейін денімді сау қылып өсірді. Мен сол үшін анамды өте қатты жақсы көремін және де үлкен рахмет айтамын. Мен үшін ана деген ол бір бөлек әлем. Мен анамды жақсы көремін. Себебі менің анам ақкөңіл. Кей кездері анам маған ұрысқан кезде мен анамды түсінбеймін. Бірақ анам тек маған жақсы болсын деп уайыммен ғана айтады. Мен анамен өте ұқсаспын деп ойлаймын. Себебі менің тамаққа және киімге деген вкустарымыз бірдей. Және де анам ол біздің бір бөлігіміз және өмірімізге деген бүкіл қиыншылықтарды және де басқа балалармен бірдей болсын деп көмектесетін адам. Кей кездері анаң сені дұрыс болсын деп барлығын түсіндіруге тырысады. Және де өмірдегі сенің орындалу керек армандарыңды тек қана анаң ғана орындауға көмектеседі. Мен анамды жақсы көремін. Ана деген ол өте қадірлі кісі біз үшін. Себебі ол кісі бізді осы күнге дейін өсіп жеткізді. Түн ұйқысын 4 бөлді. Әрбір адамзатта өзінің анасы болады. Ол ана ешқандай жанға тең келмейді. Ол ананың орнын ешкім баса алмайды. Барлығымыз анамызды қадірлеуіміз керек. Себебі қолда барда алтынның қадірі жоқ деген. Біз анамызға көңілімізді бөліп, сізді жақсы көрем деп күнде айтып тұрсақ, ештеңе кетпейді. Анамыз бізді жамандыққа қимайды. Бізге әрдайым жаны ашып, жоқтан барды құрап жүреді. Біз сізді жақсы көреміз. Ана ең керемет жан. Ана ол баласын жақсы көреді және баласы да анасын шын жүректен құрметтейді. Біз аналарымызды сыйлауымыз керек. Анамызды қанша байлықпен қаптасақ та бәрібір өз борышымызды, парызымызды өтей алмаймыз. Біз аналарымызды жүрегін ауыртпауымыз керек. Біз аналарымызды күнде қуантуымыз керек. Және де біз анамызды қатты сыйлап өтіп шығайық. Аналар, сіздерді 8 наурызбен құттықтаймын. Керуен тартса көшін жаңа, арпалысып төзім нала, жаза басып жаңылсам да жақсы көрген өзім ғана. Бар байлығым өзімде еді, ең ұлы есім сөзімдегі. Көрмей жүрсем арманым жоқ, тамшы жасты көзімдегі. Қадірің мен қасиетің көп адамнан көшілгері. Рахмет саған ана, маған бәрін әпергенің үшін, мінезімді көтергенің үшін. 12 мүшемді сау қылып дүниеге әкелгенің үшін. Рахмет саған ана, кінәм болса кешіргенің үшін, ауыр бейнет кешіргенің үшін. Ауырмайтын аман сау адам қылып өсіргенің үшін.
Рахмет саған ана, сенің әрбір сұрағаның үшін, жоқтан барды құрағаның үшін. Уақыт үшін баланың барлығына шыдаған үшін. Рахмет саған ана, болашақ менің баламның атынан, бұрынғы ата-бабамның атынан. 7 миллиард адамның атынан, 18 мың ғаламның атынан, рахмет саған ана. Бақыттың бәрін берген аяулана, үлгі ғой